Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Microsoft Excel графикалық мүмкіндіктері, диаграммалар. Диаграмма дегеніміз не? Диаграммалар деректерді графикалық түрде бейнелеудің ыңғайлы сайманы. Диаграмма өзінің көрнекілігі мен деректерді дұрыс бағалауға мүмкіндік береді. Демек, диаграмма деректерді графикалық түрде көрсетуге арналған. Диаграмма салу үшін қандай да бір деректер негізінде диаграмма салу үшін диаграмманың таңдалған типін салуға қажет яшықтар ауқымын көрсету керек. Одан кейін белгілеп, сол яшықтар ауқымын белгілеп, керекті яшықтар ауқымын белгілеп алғаннан кейін кірістіру немесе вставка диаграмма командасын орындаймыз. Немесе құрал саймандар тақтасындағы диаграмма батырмасына бірле чертеміз. Осы кезде диаграмма шебері ашылады. Мұнда мастер диаграмм терезесінде бірінші қадамның өзі 4 қадамнан тұрады. Бірінші қадамында біз диаграмманың типтерін көрсету керек. Стандартты типтер және стандартты емес типтері болады. Стандартты типтер мынадай бөлімдерден тұрады: бағандық, сызықтық, дөңгелектік, нүктелік, сақиналық, көпіршіген, жапырақшалық, цилиндрлік, конустық, пирамидалық. Бұл бірінші қадам. Екінші қадам, диаграмма құрудағы екінші қадам да аралық диапазон данных, мастер диаграмм диапазон данных, яғни аралық мәндер енгізу терезесі ашылады. Аралық мәндер бірнеше жолдардан немесе бағандардан тұруы мүмкін. Мәліметтер қатары дегеніміз кестедегі диаграмма түрінде көрсетілген ақпараттар жиыны. Келесі үшінші қадамында диаграммалар шеберінің диаграммаға қосымша мәліметтер енгізуге болады. Яғни подписи данных, заголовки, тақырыптар енгізуге болады. Название диаграммы тақырыбын енгізуге болады. X, Y осьтерін енгізуге болады. Легенда, аңыз енгізуге болады. Линия сетки, яғни торларын енгізуге болады. Таблица данных онда қоюымызға болады. Диаграмма тақырыбы, осьтерді белгілеуге болады. Мәліметтер кестесі, аңыздың орналасуын реттеуге болады. Тор сызығын реттеуге болады. Бұл диаграмманың қосымша мәліметтерін енгізу үшінші қадамы. Төртінші қадамда диаграмманы қайда орналастырамыз? Яғни диаграмманы имеющимся, яғни ақпаратпен бірге орналастыруға болады, немесе бөлек орналастыруға болады. Диаграмманы кестемен қатар бір бетке орналастыруға немесе жеке бетке орналастыруға болады. Диаграммалар шебері жұмысының нәтижесі, яғни бірге орналастырылған. Осы айтылғандарды нақты Excel электронды кестесінде жасап көрейік. Мысалы, мынадай тапсырма: кестеге тарих пәнінен мәліметтерді қолдана отырып 1900-2000 жылдар аралығындағы қазақ халқы санының көрсеткішін енгізіп диаграмма құрыңыз дейді. Уақыт алмас үшін мен кестеге барлық мәліметтерді енгізіп қойдым. Енді осы мәліметтерді біз диаграмма құру үшін мынадай былай істейміз. Ең бірінші диаграмма құруға керек мәліметтерді белгілеп аламыз. Ол үшін тышқанның сол жақ батырмасын біз қажет жерден бастап бірле черткеннен кейін тышқанның сол жақ батырмасын басып отырып жылжытамыз. Қажет диапазондар аймағын, яшықтар аймағын белгілеп аламыз. Енді тапсырмада бізде бірінші графиктік диаграмма құрыңыз дейді. Түсініктеме енгізіңіз, кесте 1 деп сақтаңыз дейді. Ол үшін
Құрал саймандар тақтасындағы добавить мастер диаграмм батырмасына шертеміз, немесе ставка диаграмма командасын орындаймыз. Осы кезде диаграмма құруға болатын бізде терезе ашылады. Стандартты типтерде, міне жаңа жоғарыда айтып өткендей, біз диаграммалардың типтерін көруге болады. Гистограмма, линейчатая, график, круговая, точечная, областная, кольцевая, лепестковая, тағы басқа. Нестандартты типтер, стандартты емес типтер. Стандартты типтен біз гистограмманы алайықта. Осы бойынша берілген мәліметтерге диаграмма құрып көрейік. Далее батырмасын шертеміз. Диапазон данных деген жерде біз жолдар бойынша немесе баған бойынша орналастыруға болады. Жолдар бойынша орналастырайық. Ряд бөлімінде біз әрбір қатарларға ат беруімізге болады. Тағы да бізге қатарларға, әрбір қатарларға ат беру үшін осы жерлерде добавить батырмасын шертеміз. Далее мастер диаграмм параметрлерін енгізу кезінде біз бұл жерде диаграммаға ат беруге болады. Диаграммаға халық саны демеңізек. Диаграмманың аты халық саны болсын. Ось категория X жыл деген мәлімет енгізек. Так, мына жерде ось категорияларын енгізуге болады, беруге болады. Ось значение беруге болады. Ось Y-ті алып тастауға болады, немесе қайтадан қоюға болады. Ось Y-ті алып тастауға да болады. Сетке основные линии, басты линияларды қоюға болады, немесе алып тастауға болады. Промежуточные аралық линияларды қоюға болады, немесе алып тастауға болады. X өсінде басты линияларды қояйық, Y өсінде де басты линияларды қояйық. Подписи данных берілгендерді енгізу. Яғни включить подписи дейді, имена рядов. Әрбір қатардың аттарын енгізуге болады. Имена категорияларын енгізуге болады. Значение мәндерін енгізуге болады. Так, легенда, яғни түсініктеме енгізу. Аңызды біз төменге қоюға болады. Правом верхнем углу жоғарғы жағына қоюға болады. Вверху жоғарғы жағына қояды. Справа оң жағына қояды, слева сол жағына қойылады. Егер қажеті жоқ болса, легенданы алып тастауға болады. Далее батырмасын шертеміз. Бұл жерде диаграмманы қайда орналастыратындығымызды көрсетеміз. Отдельным дейтін болсақ, диаграмма бір деген атпен басқа жерге орналастыруға болады. Имеющимся дейтін болсақ, онда бірге орналастырамыз. Міне біз қалаған берілген параметрлермен халық саны диаграммасы пайда болды. Диаграмманың параметрі диаграмм командасын орындап, жоғарыдағы әрекеттерді қайтадан орындауға болады. Подписи данных категорий дейік, имена рядов дейік. Так, значение тұра берсін. Таблица данных дейтін болсақ, кестедегі мәліметтерді енгізуге болады. Окей, батырмасын шертетін болсақ, міне біз өзіміз көрсеткен ақпараттарды көруге болады.